Жігіттер ертең мал базарға. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қалайсыңдар? 500 сомнан берші. Не болды еңілдеп? Жігіттер мал базардан келіп жатырмын. 30-40 мың теңге қойларды бар ғой. 70-80 мыңнан сатып отыр атаң айттыр ше. Әдейі қымбаттатып жіберген құрбан айтқа бір құрбандық шығаршы десем. Кімде кім бар ғой? Құрбандық кезінде құрбандық мал алатын біле тұра малдың бағасы қымбаттатқан болса, ол күнәһар болады. Тапқан табысын берекесі болмайды оның. Енді не істейміз? Қандай вариант бар енді? Жігіттер, онда былай істейік. Төртеуміз ортаға ақша тастайық та, бір өгіз алайық. Как раз үйде ет жоқ. Зор ғой. Зато өгіз сойды деп айтады адамдар. Как раз үйде ет жоқ. Зор болды, күшті болды. Жігіттер тоқтаңдар. Бұл жерде уже ниет бұзылып жатыр. Мәке, сіз үйде ет жоқ еді дейсіз. Ниетіңіз ет алу. Ғани сенің ниетің ел жұрт не дейді деген. О, ғани бұқа сойыпты деген, өгіз сойыпты деген. Бұл үшін болмайды бұл. Бұл жерде төртеуміздің де құрбандығымыз қалу болмайды уже. Онда көршінің үйінде бір жасқа толған арзан бір өгіз сатылып жатыр. Соны құрбандыққа шалайық. Мәке, ол өгіз деген бар ғой, бір жасар болмайды, 2 жасар болу керек. Қой, ешкі болатын болса, бір жастан асқан, тісі шыққан, ауру болмау, міндетті түрде ол мал сау болу керек. Өйткені ол ет 3-ке бөлінеді ғой. Бір бөлігі өзімізге, 2 бөлігін таратамыз. Ал ауру мал сіз үйіңізге бала-шағаңызға қайып жегізесіз соны. Көрдіңіз бе? Біз бар ғой, не сойсақ та бар ғой, түйе сойсақ та, қошқар сойсақ та, өгіз сойсақ та бар ғой, оның еті өзімізге қалады. Ар жаққа баратын тек тақуалығымыз. Айтпақшы жігіттер, құрбандық қай кезде шаламыз? Құрбан айт намаз оқимыз ғой. Сол күн шалады. Қай күн ол? 9 күні. 3 күн шалынады. 3-ші күні асырға дейін ғана. 9-да мен сапарда боламын ғой. Сапарда болсаң проблема жоқ қой. Сен бізге ақша тастадың, орта қосылдың, болды, қай жаққа барсаң о жаққа бар. Құрбандық қабыл бола береді ғой. Айтқандай, дүниеден өткен, мысалы, әкем атынан құрбандық жасала бола ма? Сен әкеңнің қарызын сұрап келсе бересің ба сен? Берем. Онда болады әкеңнің атынан салсаң. Смело, бейім. Ғани айтпақшы, осы құрбандықтың бар ғой, бізге қандай пайдасы бар осы? Құрбандық шалудың пайдасы ба? Құрбандықты қойды пышақпен кескен кезде қаны жерге жетпей жатып, Алла тағала сол кісінің күнәсін кешіріп жібереді деген ғой. Омен қоса қанша түгі бар, қанша қылы бар, сонша сауап береді деген ғой адам. Қандай керемет, Жігіттер, ең басты бұл жерде ниет екен. Алла разы болсын, ниетімізді дұрыстайық. Құрбандығымыз қабыл болады.